Сәлем қыздар, бүгін 3D оюды қалай тігу керек, сол құпиямен сіздермен бөлісетін боламын. Мінекей, мынау 3D ою. Дәл осы оюды қалай жасау керектігін қазір мен сіздерге көрсетемін. Бізге ең алдымен 40-40 өлшемді поролон керек болады. Поролонның қалыңдығы 7 мм. 1 мм-ліктерде, 1 см-ліктерде жарайды. Енді осы поролонның үстіне біз паутинка қоямыз. Паутинканы мынада 40-40 етіп өлшеп алдық. Бір қабат паутинка қойсаңыздар да болады, екі қабат қойсаңыздар да болады. Бетіне ақ велюр матамызды қоямыз. Оның үстіне дайындаған оюмызды төсейміз. Мінекей. Енді біз бұл оюдың үстіне марлы қойып, пармен, бумен өтіктеп аламыз. Парды міндетті түрде беруіміз керек, себебінде астыңғы паутинка бумен матамен матаны жабыстырады. Жақсылап барлық жерін өтікпен жабыстырып аламыз. Енді біраз жабыстау деген кезде уже өтікті осылай қозғап өтіктеуімізге болады. Мінекей біздің оюымыз жабысты. Енді поролонның артына флизелинді қойып жабыстырып алсақ болады. Себебі матаны оюды тіккен кезде астында бізде тігін машинаның тістері бар, сол тістері жұлып тастамас үшін поролонды осы флизелинді астына жабыстырып аламыз. Енді оюдың шеттерін зигзагпен тігіп шығамыз. Зигзагты мейлінше жиі алғандарыңыз жақсы. Ақ матаға өтіп кетпей, осылай әдемілеп тігіп шығамыз.
Енді мынандай бұрыштарын әдемі түсу үшін қиғаштап барып зигзагты тіккендеріңіз жақсы. Себебінде біздің кейбір осындай зигзагты тіккен кезде ақ матаға шығып тұрады, сол себепті қиғаш тігіп үйренетін болсаңыздар, бұл жерде бұрышталып, үш бұрышталып өзі әдемі зигзаг түседі. Ақырындап қолдарыңызды оғандай үйретіп үйреніңіздер. Мінекей зигзагымызды тігіп болдық. Көрдіңіздер ме, қандай әдемі болып, уже жай оюлар сияқты емес, ерекше болып тұр. Енді шеттерін бір тігіспен тігіп аламыз. Біздің маталарымыз поролоннан ажырап кетпес үшін мейлінше бір тігіспен тігіп шыққандарымыз жақсы. Мінекей бізде оюларымызды көрдіңіздер ме? Мына поролон зигзаг тігістен кейін осылай оюды 3D қылып көтеріп тұрады. Сол себепті осыны 3D ою деп атаймыз. Жасалу құпиясы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей біз орындықтың сыртын қаптап қойдық.